Неге 40 жасқа келгенде адамдар толқиды, өмірінде өзгерістер пайда болады? Неге 40 жасқа келгенде ажырасу, жүріс жасау, ішімдікке салыну, жауапкершіліктен қашу белең алуда? Осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Маған тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. 40 жасқа келгенде өміріңіз мән-мағынасынан ажырап қалмаудың 3 жолын айтатын боламын. Видеоны көруді жалғастырыңыз. Адам өмірі мән-мағынасынан ажыраған кезінде эмоционалдық тұрақсыздық, сауықшыл мінез пайда болады. Ғылымда адам болмысын 3-ке бөліп қарастырады. Бірінші тән соматика, екінші жан психика, үшінші рух логика. Әрқайсына мысал келтірсек, диета ұстап салмақ тастауға әрекет еткеніміз бұл тәннің қалауы. Ал біреуге ренжіп тәбетіміздің болмай қалуы бұл жанның қалауы. Ораза ұстап ауыз бекітуіміз рухани күш-қуатымызды арттырғанымыз. Әдетте біз ата-аналар баланың екі мұқтажын өтейміз. Біріншісі тәннің қалауы, қарны тоқ, көйлегі көк болса, екінші жанның қалауы, арасында аттракцион, театр, парк деген сияқты көңіл көтеретін орындарға апарғанымыз. Ал үшінші рухтың қалауын көбіміз ескерусіз қалдырамыз. Рухтың қалауына көңіл бөлмеуіміз келешекте баланың өміріне әсер етеді. Көктемде егілген егін күзде жеміс беретіні сияқты балалық шақта сіңірілген құндылықтар 40 жасқа келгенде көрініс табады. Сонымен өміріңіз мән-мағынасынан ажырап қалмау үшін 3 қағиданы есте сақтау керек. Бірінші, балаңызға уәдеде тұру, ар-намыстың қай уақытта қажеттігі, жауапкершілікті мойнына алу деген сияқты құндылықтарды аңыз, ертегі, жырлар арқылы түсіндіру. Екінші, мағынасыз бас қосулардан арылу. Әдетте біз көбіне дастархан басында бас қосамыз. Ал қазіргі кезде дастархан басында қандай әңгімелер айтылуда? Телефон шоқып, теледидар көріп, билікті жамандап, әншілердің өмірін талқылау дастархан басында көп айтылады. Ал бұдан қандай құндылық аламыз? Сондықтан дастархан басында мағыналы әңгімелер айтуға тырысыңыз. Үшінші, баланың арманын шектемеу. Әдетте біз ата-аналар баламызға оқы, диплом ал, жұмыс істе, үйлен деп өзіміз өмірін жоспарлап береміз. Бала бұл жоспардың барлығын 30-ға немесе 25-ке келгенде бітіріп тастап, ары қарай өмірі тоқтап қалғандай болады. Балаңызды өз қара басының қамынан көрі көпшіліктің игілігіне жарайтын армандарға жетелеңіз. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Яғни қай уақытта болсын рухани құндылықтарды өндіріп отыруға болады. Сол кезде адамның өмірі мән-мағынасын жоғалтпайды.